қапылып енді тойға дайындаламыз. Қызымыз кетейін деп жатыр ғой енді. 200 адам шақырасың. Енді 200-ден көп қой, 200 дейші. 200-дің 100 адам әйел деп есептейсің ғой. Не істейсің әйелге? Взнос әкеледі ғой. Сол үшін подарка аламыз. 100 әйелге. Мә, көрпелер кетті 1000 жарымның. Кесесі кетті 5 теңгенің. 2 кесе қазір 6 кесе. Сонда үйлеріңде жатыр ғой да, келіншектер. Бәрінің үйінде жатыр, тойдан келгендер пайдаға аспайды. Көрпелерді жеш, одноразовый. Еще ең арзан чоп, ең арзан посудаға барамыз ғой. Оны арқалағанда түрде уда-буда көктерге түсіп бетіп, терлеп, ала сөмкін арқалап машинаға кетіп саласың. Оны ресторанға барасың, арқалап 2 ала сөмкін қоясың андай жерге. Күйеуінің қабағы тас түйіліп кеткен. Осыны бермесең болмай ма? Болмайды. Беру керек. Арқаланып, оны таратасың көктерге түсіп. Соны ойлаймын да, көрпе деген жетет, алмайынсың үй аласың. Кесе деген жетет. Оның орнына бар ғой, пайдаға сатын. Ойлаймын да, кішкентай сумочка бір крем. Ля рук. Пайдаға сат. Шампун. Шашып жатсың ғой. Шампун пайдаға сама? Пайдаға сат. Сондай салған дұрыс сияқты негізі. Қатты салғың келіп баратса. Или сол сдача, 15 мың сдачаны бермей қойсаң да болады ғой. 15 мың жарымшын сдачаны бермей қойсаң да шықырсың. Ойшы солай теңізген жақсы сияқты ғой. Өлтіреміз, қазақтың тойы өтпесін. Күшті. Маған тіркеліп лайк басып қойыңдар. Күшті. Айтамын.